Еркебаева Сапаргүл Өміртайқызы, азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздік кафедрасының қауымдастырылған профессоры, биология ғылымдарының кандидаты. Функционалдық тамақ өнімдерін дайындау барысында стевияны қолданудың келешегі. Жоспар стевия өсімдігі туралы түсінік. Қазіргі уақытта жалпы экологиялық жағдайдың нашарлауына, қолайсыз факторлардың ағзаға тигізетін негативті әсеріне, ағзаның иммундық қорғанысының төмендеуіне байланысты қант диабетіне, жүректің ишемиялық ауруларына шалдыққандар мен дене салмағы артқандар саны үздіксіз өсіп келеді. Соңғы статистикалық мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда дене салмағы артқандардың кардиоваскулярлық аурулармен және қант диабетімен ауыратындардың пайызы өсіп келеді. Аталған ауруларды емдеу және алдын алудың маңызды факторларының бірі емдік және ем-дәмдік тағамдарды дайындау. Осыған орай түрлі топтардағы науқастарға арналған арнайы өнімдерді әзірлеп шығарудың, сонымен қатар медициналық, биологиялық қасиеттері бар емдік, оларды алдын алу өнімдерін дайындаудың маңызды ерекшелері маңызды болып отыр. Осыған байланысты түрлі тәттілендіргіштерді қолдана бастайды. Олардың қолдану үнемділігі мен қарапайымдылығы, сонымен қатар дәмдік сипаттамасын бақылау мүмкіндігіне байланысты болып отыр. Тәттілендіргіштер қазір тамақ өнеркәсібінің барлық салаларында қамтылады. Олардың көпшілігінде тұтынушыларға арналған өнімдер өндірісінде көп қолданысқа ие. Қазіргі заманғы тәттілендіргіштер нарықты толығымен қамтамасыз етеді, бірақ олардың ішінде көбі шетелдік импортты тәттілендіргіштер есебінен болып отыр. Мысалы айта кететін болсақ, аспартам, ацетосульфам, сахарин, цикламат, сукралаза және тағы басқалары. Ерекше орында тұратындары тамақ өнеркәсібінің түрлі салаларында кеңінен қолданылып келе жатқан құнарлығы төмен, қолжетімді, жеңіл көмірсулардың деңгейі қарастырылған. Бұл және әдеби деректерге сүйене отырып жүргізілген талдаулар нәтижесінде тұрғындарды сауықтыру үшін өнімдерге қанттың орнына бірқатар табиғи және жасанды тәттілендіргіштерді қолдану ұсыныстары дәлелденген. Бірақ олардың адам ағзасына әсер ету механизмі толық зерттелмеген және олардың кері әсері де бағаланбаған. Құнарлығы төмен диабетикалық өнімдерге қызығушылық өсіп отырғандықтан қанттың эквивалентті баламасын іздестіру қажеттілігі туындайды. Осыдан қазіргі таңда тәттілік дәрежесі өте жоғары, жасанды химиялық қосылыстары белгілі тәттілендіргіштерді зерттеу қажеттілігі туындауда. Осыған орай табиғи тәттілендіргіштерге үнемі ізденістер жүргізілуде. Мысалы, өсімдік шикізатының тәттілігі қарқынды деп бағалаған заттектер шығарылған. Олар мераулин, манилин, стевиазид, глицеризин және тағы басқалар. Ең танымал болғаны стевиядан өндіріліп шығарылатын стевиазид. Оның қанттан 300 есе тәттілігімен ерекшеленеді. Стевиядан өндірілген стевиазидтер кешені құнарлы емес, дәмі жағымды, сондықтан да емдік тамақтану барысында көмірсуларды алмастыра алады. Мұқият жүргізілген зерттеулер қантты стевиазидтермен алмастыруға кері көрсеткіштер жоқ екенін атап өтті. Керісінше, көмірсу алмасуы бұзылғанда семіздікке, астеросклероздарға, панкреатиттерге және диабетте ұсынылатынын көрсетті. Бөлініп шығарылатын стевиазидтерден басқа стевияның кептірілген және ұнтақталған жапырақтарын түрлі өнімдеріне қосуға мүмкіндік бар. Яғни стевиядан тәтті заттектерді бөлмей алуға да болады. Ал стевия жапырақтарын ұнтақтап қолдану ол өнімнің органолептикалық көрсеткіштеріне әсерін тигізбейді.
Стевия жапырақтарының мөлшері 11,61%-ға жететіндей дитерпенді гликозидтерді жинақтауға қабілетті. Минералды тыңайтқыштарда берілгенде дитерпенді гликозидтер пайызы 1,63–5,11%-ға жеткізуге болады. Олардың жинақталуына көбірек фосфор әсер етеді. Тәтті дитерпенді гликозидтерден басқа стевия жапырақтарында флавоноидтар, суда еритін хлорофилдер, ксантофилдер, оксиқабықты қышқылдар, суда еритін бейтарап олигосахаридтер, босқанттар және 17 амин қышқылдары, соның ішінде теңестірілмеген минералды қосылыстар, А, С, Д, Е витаминдері, сапониндер, микроэлементтер, эфир майлары бар. Осы қосылыстар кешені адам ағзасына қолайлы әсерін тигізеді. Сонымен қатар тағамның рационның қуат құнарлығын, қандағы глюкоза мен инсулин деңгейін түсіреді. Иммунды қорғаныс қызметін ынталандырады. Оның функционалды мүмкіндіктерін жақсартады. Антиоксидантты әсері бар тіс жегін және бактериялардың дамуын болдыртпайды. Стевиядан дитерпенді гликозидтерді және басқа да физиологиялық тұрғыдан бағалы компоненттерді бөліп шығару үшін сулы және спиртті экстракция қолданылады. Одан басқа стевиазидтерді сүзбе сары суының ультрафильтраттар мен экстрагирлеу арқылы ұсынылады. Бұл шикізаттың құндылығы құрамында лактоза, амин қышқылдары, төмен молекулярлы биологиялық белсенді ақуыз, сүт қышқылы, макро және микроэлементтер, майда және суда еритін витаминдердің болуымен байланысты. Ультрафильтратты экстрагент ретінде қолдану стевия жапырақтарының құрамында болатын сүзбе сары суының құнды қасиеттері мен тапшы нутриенттер біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл стевия жапырақтарының тәттілігі 8 дитерпенді гликозидтер кешенінің болуына байланысты. Олар стевиазид, А, В, С, Д, Е, рибаудизид, стевиалвизид болып табылады. Стевия жапырақтары құрамындағы дитерпенді гликозидтер мөлшерінің тәттілік эквиваленті 300 бірлікке жетеді. Соңғы жылдары стевияны көпшілікке арналған тағамдар өндірісінің технологиясында қолдану жүргізілуде. Сонымен Жапонияда технолог мамандар жаңа тағам өнімдерін шығарғанда стевияны қолдануға қатысты құнды нәтижелерді алды. Стевиазид және одан басқа стевияның сығындылары және жасанды супер тәттілендіргіштерге қарағанда жылумен өңдеуге төзімді болып шықты. Бұл жүргізілген зерттеулер түрлі pH ортасында 100 градус Цельсий температураға дейін 24 сағат бойында қыздырғанда ыдырау көрсеткіші төмен болатынын көрсеткен. Сонымен қатар стевия сығындылары ферменттелмейтінін, пісірілген немесе отқа қыздырып дайындалған өнімдердің қараюына әсерін тигізбейтіндігін көрсетті. Стевияның бір ерекшелігі қышқыл ерітіндіде тұнба түзбейді. Оны газдандырылған алкогольсіз сусындардың тәттілеуші ретінде қолдануға кең мүмкіндік беріледі. Ең соңғысы бұл тоңазытылған және тоңазытылмаған тәттілік деңгейі. Төмен түрлі десерт өнімдерінің рецептілері дайындалады. Бұл жағдайда тәттілеуіштер өзінің түрлі технологиялық өңдеулерге төзімділігін көрсетіп, өзгеріске ұшырамайды. Осындай стевияларды қолдануға қатысты басқа да рецептердегі стевиазидтер өзін әмбебап тәттілеуіш компоненттері ретінде көрсете білді. Жүргізілген зерттеулер ұннан дайындалатын өнімдердің технологиясында стевиазидтерді пробиотиктермен бірге қолдану бұл ағзаның функционалды жағдайын жақсартуға ықпалын тигізетінін, емдік және оларды алдын алу әсерін күшейтетінін білдірді. Тағамдық талшықтар секілді түрлі қоспаларды стевиазидтер қатарында табиғи тәттілеуіштермен үйлесімді қасиеті бар екенін, кез келген талапты қанағаттандыра алатын өнімдерді шығаруға мүмкіндік беретіндігі байқалды. Сондықтан
түрлі өнімдерді және нан өнімдерінде стевиазидтерді қолданып дайындағанда дәмді өнім шығып қана қоймайды, сонымен қатар функционалды көзқараспен қарағанда пайдалы да болады. Стевиазидтерді және тағамдық талшықтарды қолданып емдік вафли шығару мүмкіндігі зерттеліп дәлелденген және кондитерлік өнімде түрлі өнім шығаруда қолданылады. Көрсетілгендерге қарағанда органолептикалық көрсеткіштер жоғары болатын ұннан дайындалатын өнімдерді шығару мүмкіндігі жақсы. Олар құнарлығы төмен және балалардың емдік тамақтануында қолданысқа ие бола алады. Стевиазидтердің өнімдегі құрамы масса көлеміне шаққанда 0,25-0,35% аралығында ауытқып отырады. Бұл тұрғыдан қарағанда зерттеудің келешегі бар деген туындамаға келеміз. Сондықтан стевиазидтерді пряниктердің сапасына, органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштеріне тигізетін әсері де көп екені зерттелді. Олардың құрамындағы қант мөлшері 40-50-60%-ға төмендетіліп отырды. Алынған деректерге сүйене отырып 50% қантты стевиазидке алмастыру өнімнің дәмдік сапасына қолайлы әсерін тигізгені байқалды. Бұл жағдайда өнімнің құндылығы едәуір төмендетілді. Сол себептен оларды қант диабетімен ауыратын адамдарға ұсынуға мүмкіндік пайда болды. Жапонияның және Бразилияның тұтынушылары стевия сығындыларын қауіпсіз әрі құнарлы үйреншікті тәттілеуіш ретінде қолданды. Ол әдетте стевия ұсақталған шөп ұнтағы, тұнба, өсімдіктің өзінен дайындалған шай немесе басқа шөптерден дайындалған шайларда қосымша ретінде қолданылды. Стевия жапырағының ұнтағын барлық тағамдарға, мысалы ботқаларға, сорпаларға, шай, сүтке, айран, йогурт, басқа да тағы басқа өнімдерге қант орнына қосуға болады. Осылайша стевия гликозидтері тәттілеуіштерге қойылатын барлық талаптарды қанағаттандырады. Тәттілік еселігі жоғары, қуат құндылығы төмен, қыздыруға төзімді, тез ериді және мөлшерлегенге ыңғайлы. Инсулин жойылады, ағзаға кері әсерін тигізбейді. Осы күні араластырылған тәттілеуіштер кең таралып келеді. Оған себеп әр компоненттің мөлшерін минимум төменгі деңгейге жеткізіп, тәттілік дәрежесін салыстырмалы түрде жоғары, олардың құрамында уыттық қасиеті жоқ екенін анықталып зерттеледі. Аралас тәттілеуіштердің тәттілік еселі шамамен 300-ге жетіп отыр. Суда жақсы ериді, бөгде дәмі жоқ, құрамында фруктоза, ксилит, сорбит енетін тағам өнімдері ретінде емдәмдік бола алмайды, себебі олардың құнарлығы өзгеше, тұтыну барысында қанның құрамында қант мөлшерін асырып жібермейді. Қазіргі заманғы құнарлығы төмен, гликемия көрсеткіштер әсері жоқ, қант диабетімен ауыратын науқастардың қолданылуына ұсынылған тәттілеуіштер де жеткілікті. Тәттілеуіштердің екі тобы, жасанды және табиғи түрлері бар. Қант диабетіне шалдыққандар үшін сәйкес келетіні аспартам мен стевия негізінде дайындалған препараттар, яғни диабет, семіздік, дисбактериоз, аллергия секілді зат алмасуының бұзылуы салдарынан болатын аурулар көп жағдайда қант тұтыну салдарынан болады. Осы соңғы жылдары осы ауруға бейім адамдар саны күрт өсіп келеді. Екінші жағынан қанттың химиялық элементтері канцерогенді әсерін көрсетіп отыр. Стевияның тәтті дитерпенді гликозидтері, стевиазид, рибаудизид және тағы басқалар. Бұлар құнарлығы төмен қант алмастырғыштар болып табылады. Олар адам ағзасының өмірге аса қажет жүйелерінің қызметіне қолайлы жағдай жасайды. Қант диабеті және зат алмасу бұзылуына байланысты туындайтын ауруларды емдеуде кеңінен қолданылады. Қоршаған ортаның химиялық және радиоактивті ластануында адамның және жануарлардың иммунды жүйесінің төзімділігін арттырады. Қант диабетімен ауыратын науқастардың саны
қарқынды өсуде. Енді бұл адамдардың саны күннен күнге өсуде. Бұл ауру 21 ғасырдың жұқпалы емес, жалпы індет ауруына айналып келеді. Тазартылған қарапайым қанттарды асыра қолдану инсулиннің көбірек бөлінуін талап етеді. Өмір бойына кемінде күніне 3 рет тазартылған қанттардың әсері дене салмағы артуына, ондағы ағзаның көмірсу алмасуының бұзылуына әкеп соқтырады. Жеңіл қорытылатын көмірсулардың мөлшерін шектеу маңызды, себебі оларды қолданғанда қандағы қант мөлшері өсіп кетеді. Бұл көмірсуларды диабетпен ауыратын адамның тәттіге қажеттігін қанағаттандыратын тәттілейтін заттектермен алмастырған жөн. Олардың белгілі дәмдік сапасы болып, кері әсерінің болмауы абзал. Стевия тамақ өнеркәсібінде қолдану қантты толығымен алмастыруға мүмкіндік береді. Бұл қант диабетімен ауыратындардың сапалы тамағын ұйымдастыру мәселесін шешуде өте маңызды орында болып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемдегі қант диабетімен ауыратындар соңғы жылдары 2 есе 3 есе өсіп отыр. Ауруға шалдығу қатері жасы келе өсіп тұр. 70-тен 50-ден асқан адамдардың арасында көбірек болып отыр. Қант диабетіне шалдыққандар еліміздің дене салмағының артқандардың 40-90%, ал 40 жасқан асқандарда қант диабетімен аурулары байқалып отыр. Аурудың дамуына адамның жынысы да әсер етеді. Қант диабетімен ауыратын әйелдер саны ер адамдарға қарағанда басымырақ болып отыр. Қазақстанда қантты тұтыну көрсеткіші бір жылда адам басына шаққанда 35-37 килограмм шегінде ауытқып келеді. Бұл жағдай көп кешіктірмей денсаулыққа өзінің кері әсерін білдіріп отыр. Жаңа технология бойынша өндірілген стевиялық шайдың дәмі тәтті болатынын есепке алсақ, стевия шайына қант, шекер қосу қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар стевиялық шайды өндіргенде шикізатты кептіру кезінде қолданылатын жылы өңдеудің қатты болуы оның дәмінің жақсара түсуіне әсерін тигізетінін ескерген жөн. Осы кезде тым тәттілігі жойылып, орнына сахарозаның тәтті дәмі бар заттектерді пайдаланып келеді. Стевия жапырақтарының құрамында негізгі компоненттер дәмі тәтті дитерпенді гликозидтері бар, флавоноидтар, суда ерігіш хлорофильдер мен ксантофильдер, оксиқабықты қышқылдар, амин қышқылдары, минералды қосылыстар және басқалары бар. Стевия құрамындағы 17 амин қышқылдарының 8-і алмастырылмайтын қышқылдар. Олар трианин, метионин, лейцин, изолейцин және басқалары. Сонымен қатар 9-і алмастырылатындар: аргинин, тирозин, аланин, серин және басқалары. Зерттеулер бойынша 8 гликозидтердің екеуінде бактериялар мен микробтардың дамуы мен ұдайы өндірілуін бейтараптандыратын қасиеті бар. Жоғарыда келтірілгендерді сараптауға салғанда стевияның иммундық, жүйке, эндокринді және басқа жүйелерін тұрақтандыруға ықпалын тигізетіні туралы қорытынды шығаруға болады. Осылайша стевия ерекше орында тұратын тәттілер нарығының проблемасын өзекті мәселе болып тұр. Оны шеше алатын коммерция тұрғысынан да басқа тұрғындардың детерминделген топтарының азығы ретінде әлеуметтік тұрғыда қарастырғанда жөн. Көптеген зерттеулер стевия өнімдерін үздіксіз пайдаланған адамдар ағзасында қолайлы өзгерістердің орын алатынын дәлелденді. Қант радионуклеиндер мен холестеринді азайтып, жасушалар регенерациясын жақсартып, қатерлі ісіктердің даму мөлшерін тежеді, қан тамырларын нығаяды. Стевияның жоғарыда келтірілген қасиеттері оны ем-дәмдік тағамдарда сахарозаның құнарлығы төмен алмастырғыштардың келешегі бар көзі деп санауға
мүмкіндік туындап отыр. Арнайы тағамтану мен көпшіліктің тұтынуына арналған өнімдер өндірісінде стевияны пайдалану жөніндегі келтірілген деректерді, әдебиеттерді есепке ала отырып, бүгінгі күні стевия қосылған сүт негізіндегі дайындалған өнімдердің олардың жартылай функционалды қасиеттерін үйлестіретін иммунитетті ынталандырғыш, антиоксидантты қорғаныс, микробиоценозды тұрақтандырғыш, гипогликемиялық әсері бар өнімдерді жоқ екенін айта отырып, осы Қазақстанда семіздікке, диабетке, жүрек-қан тамыр жүйесінің бұзылыстарына шалдыққандардың пайызының жоғары болуына қарамастан, осы табиғи қант алмастырғыштар негізінде стевияны өнімдерге қолдану бұл маңызды болып отыр. Және ол бүгінгі күнгі өзекті проблемаларды шеше алады деген ойдамыз. Осының барлығы нақты зерттеудің мақсаты, сонымен қатар жүргізілген жұмыстардың тәжірибелік маңыздылығынан анықталып отыр. Сондықтан стевия қосылған өнімдерді пайдалану адам ағзасы үшін өте пайдалы және функционалды өнімдер болып табылады.